Глиобластома мида пайда болатын бұл ісік қаншалықты қауіпті? Біріншіден науқастарда глиобластома кезінде бас ауруы мүмкін, судорога болуы мүмкін, құрысу симптомдары. Первое место, естественно, занимает это. Біріншілік ісіктердің ішінде глиальды ісік көш бастап тұр. Оған глиобластома, астроцитома, дендроглиома жатады. Екінші орында менингиома, үшінші орында гипофиз аденомасы. Ісіктердің қалған түрлері аз кездеседі. Глиобластоманы емдеудің тиімді жолдары бар ма? Емдеуге келе ме бұл ісік? Өкінішке орай, осы нейрохирургияның жеткен жетістігімен, одан кейін химия, лучевой терапияларын бәрін қарамай, оларда 5 жылдық өмір сүру болатын болса, диагноз қойылғаннан кейін ол жақсы. Глиобластома бұл мидың ішінде дамитын қатерлі ісік. Әдетте глиобластома жасы 45-тен асқан адамдарда болады. Дегенмен кейде жастарда да қатерлі ісіктің осы түрі кездеседі. Глиобластома әйелдерге қарағанда ерлер арасында жиі таралған. Глиобластома бас миының глиальды ісіктерінің ең қатерлі түрі болып саналады. Глиобластома біріншілікті опухоль бас миының, көбінесе үлкен жартышарларда орналасады. Кездесу жиілігі біріншілікті опухольдардың ішінде 52%-ке дейін осы глиобластома болады біріншілікті. Ал жалпы бас миының ісіктерінің 20%-ға жуығы осы ісіктердің ішінде. Ісік өскен сайын миға қысым түсіреді. Салдарынан ұмытшақтық пайда болуы мүмкін. Сондай-ақ дененің құрысуы, есінен тану сынды симптомдар кездеседі. Бірақ бастапқы сатысында глиобластома ешқандай белгі бермейді. Ал ауру симптомдары анық біліне бастаса, бұл қатерлі ісіктің асқынған сатысы болып есептеледі. Біріншіден науқастарда глиобластома кезінде бас ауруы мүмкін, судорога болуы мүмкін, құрысу симптомдары. Одан кейін тағы да, егер функциональды зона болса, сол органның қызметі бұзылуы, мысалы аяқ-қолын дұрыс істемеуі, сондай болмаса сөйлеу, айтқан сөз түсінбеу, сондай симптомдар болуы мүмкін. Ауру белгілері ісіктің қай жерде орналасқанына байланысты. Мысалы, глиобластома самай бөлігінде өсетін болса, сөйлеу, айтқан сөзді түсіну, ақпаратты қабылдау қызметтері бұзылады. Өйткені мидың сол жағы осы функцияларға жауапты. Бұдан бөлек бас ауруы да глиобластоманың бір белгісі. Глиобластома негізі өте агрессивті, тез өсетін ісік. Ол кішкене аз ғана уақыттың ішінде өзінің симптомын беруі мүмкін. Өте тез дамиды. Өте тез дамиды. Одан кейін науқастар егер функциональды зоналар бойынша жаңағыдай айтқандай сол қызметін нашарлауы, болмаса психикасының өзгеруі мүмкін. Жаңағы ісіктің локализациясына байланысты. Бас ауру дедіңіз, бірақ бас ауру басқа дерттер кезінде, жалпы бас ауру жиі кездеседі ғой адамдарда. Глиобластома кезіндегі бас ауру бір басқа аурулардан қалай ажыратуға болады? Бас ауру болғанда енді ол мидағы артық түзіліс болғаннан кейін, основной ол көбінесе глиобластома тез өсетін болғандықтан, олар бұрын басы қатты мазаламауы мүмкін. Бірақ осы кейінгі кездерде егер күніге мазалап тұратын болса, онда көп кешіктірмей дәрігерге барған дұрыс болады. Тек қана бас ауруы емес, құрысу симптомдары болуы мүмкін. Осындай шағымдармен барған науқастарды дәрігерлер МРТ арқылы тексереді. Бірақ глиобластоманың неден пайда болатыны әлі күнге дейін белгісіз. Глиобластома ол көп этиологиялық, полиэтиологиялық деп айтады. Негізгі себебі бұл гендік мутацияға байланысты. Гендік мутация соған байланысты өсетін ісіктер. Соңғы технологияның дамуы, тоже инновация, радиациялық сәулелер, одан кейін иондаушылық сәулелер бәрі осы қателікке әкеледі деп есептейді зерттеулер бойынша. Опухоль головного мозга – распространенное заболевание среди населения. Мидың қатерсіз және қатерлі ісіктері бүкіл әлемде, сонымен қатар Қазақстанда халық арасында кең таралған ауру. Адам ағзасының басқа органдардан метастаздар беретін екіншілік ісіктер бірінші орын алады. Ал негізгі ісіктердің ішінде глиальды ісік көш бастап тұр. Оған глиобластома, астроцитома, дендроглиома жатады. Екінші орында менингиома, үшінші орында гипофиз аденомасы. Ісіктердің қалған түрлері аз кездеседі. Кең таралған бас ми ісіктерінің түрлерін білдік. Бүгінгі бағдарламада солардың әр қайсына жеке-жеке тоқталамыз. Алдымен глиобластома жайында толығырақ. Қазақстанның онкология және радиология ғылыми зерттеу бойынша соңғы 10 жылда
70%-ға дейін осы глиобластоманың біріншілікті тіркелуі өсті деп есептейді. Жылдан жылға өсіп келе жатыр. Қатерлі ісіктің соңғы уақытта жиі тіркелуін мамандар диагностиканың дамуымен байланыстырады. Десе де медицина қаншалықты дамығанымен глиобластомаға шалдыққандардың өмір сүру ұзақтығы бірнеше жылмен есептеледі. Өйткені бұл өте агрессивті ісікке жатады. Емдеуге келе ме бұл ісік? Өкінішке орай осы нейрохирургияның жеткен жетістігімен, одан кейін химия, лучевой терапиялардың бәрін қарамай, оларды 5 жылдық өмір сүру болатын болса, диагноз қойылғаннан кейін, ол жақсы. Диагноз қойылғаннан кейін, операциядан кейін емін алған өзінде өмір сүру ұзақтығы 1,5 жылға дейін. Ақ халаттылардың басты міндеті ауруды асқындырмау және сол арқылы науқастардың өмір сүру сапасын жақсарту. Сондықтан глиобластомаға шалдыққандарды негізінен хирургиялық әдіспен емдейді. Ең бірінші ем подход ол жаңағы ота жасау арқылы. Глиобластомада енді ота жасау кезінде науқастың ең бірінші өмір сүру сапасын төмендетпеу керек. Өйткені ары қарай даже диагноз қойылған өзінде де ары қарай науқас химия болмаса жаңағы сәулелік терапия алу үшін компенсированный болу керек жалпы жағдайы. Ғалымдар барлық аурудың емін таппаса да технологиялық жетістіктер емдеу әдістерін біршама жеңілдеткен. Мысалы, операция аумағын нақтылап беретін нейронавигациялық жүйе және тағы басқа заманауи әдістер мамандардың негізгі көмек құралына айналды. Қазіргі таңда бізде нейрохирургиялық орталықта жаңа аппараттар қолданылады. Ол нейронавигациялық система, одан кейін флуоресцентті операциялық бағытында қолдану арқылы арнайы дәрі бар, пиатала дейді. Науқасқа бір күн береміз. Одан кейін операция барысында микроскоптың режимін өзгерту арқылы боялған ткандерді алып тастаймыз. Нейронавигация қазір медицинаның көптеген салаларында, тіпті стоматологиялық процедуралар кезінде де жиі қолданылады. Жүйе ауру ошағын айқындап, оның айналасындағы жүйкелер мен тіндерді зақымдаудан сақтайды. Өйткені жаңағы мидың әр зонасы функционалдық болғандықтан, оған жаңағы максималды неврологиялық дефицит болмау үшін навигация өте көмегі бізге өте зор. Өйткені навигация барысында дәл локализациясын ісіктің, одан кейін шекараларын көлемін, сау тканмен қаншалықты шекарада жатқан бізге бақылап отыруға өте қолайлы. Қатерлі ісікті алып тастауда қолданылатын тағы бір әдіс рак клеткаларын арнайы дәрімен бояу. Оны флуоресценттік бояу деп атайды. Флуоресцентті бояу ол да резекцияның максималдылығын қамтамасыз ететін. Науқасқа бір күн бұрын жаңағыдай пиатала бізде қолданылған сол пиатала болды, сол бір күн 6 сағат бұрын беріледі. Бізде ісіктердің метаболизмі қалған сау ткандерге қарағанда өте жоғары болады, сондықтан олар үлкен көлемде сол ісік ткандеріне жиналады, сол дәрі жиналады. Одан кейін ол флуоресценттің астында бізге қызғыш түске боялып тұрады. 2016 жылғы классификация бойынша онкологтардың ұсынған иммуногистохимия жасау керек. Иммуногистохимия бұл ары қарай науқастың емдеу тактикасына өте көп әсер етеді. Мысалы, қазір соңғы классификация бойынша ID мутация 1, 2 сол мутациясына байланысты ары қарай болжамы қандай болуы мүмкін. Беріліп жатқан емге қаншалықты чувствительный осы патология, соған байланысты алдын ала болжам жасауға болады. Кейінгі уақытта ми ісіктерін емдеуде глиадел пластиналар немесе капсулаларда қолданылады. Бұл жаңа жергілікті химиотерапия препараты. Ол ми ісіктерін алып тастау үшін жасалатын нейрохирургиялық операция кезінде қолданылатын химиотерапиялық имплантқа жатады. Қазіргі уақытта осы науқастардың емдеу шараларын зерттеулер әлі жүріп жатыр. Солардың бірі жаңа глиадел арқылы интероперационно жаңағы алынған ісіктің ошағына арнайы препарат қалдырады. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынған стандартына кірмейді, бірақ бір емдеу бағыты түрінде қазір қолданылып жатыр. Біздің нейрохирургтарымыз да глиаделмен тәжірибе жүзінде жұмыс істеп көрген, бірақ емдеудің бұл түрі орталықта әлі қолданылмайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша негізгі стандартты ем ол операциялық, кейін химиотерапия, одан кейін сәулелік терапия. Осы стандарт емнен басқа, жаңағы химия, лучевой терапиядан басқа қазіргі таңда иммунотерапия қолданады.
дендритті клеткалармен вакцинация жасалынады. Әр науқасқа өзінің алынған биоматериал арқылы дайындалатын вакцина. Бірақ қазір Қазақстанда ол жоқ. Оны Европада қолданады. Ресейде басталды. Салыстыру бойынша қазіргенде әлі зерттеулер әлі жүріп жатыр ол туралы. Бірақ нәтижесі өте оңды. Өкінішке орай емдеудің алуан түрлілігіне қарамастан глиобластомаға шалдыққандарды толық емдеп шығу әзірге мүмкін емес дейді дәрігер. Глиобластоманы диагностика жасағаннан кейін көбінесе олардың өмір сүру ұзақтығы науқастарынкі өте қысқа. Қазіргі заманауи техникаға, нейрохирургиялық көмектерге, химия-лучевой терапияларға қарамай, олардың орташа өмір сүру ұзақтылығы 15 айға есептеледі. Жалпы бүгінгі бағдарламада бас ми қатерлі ісіктерінің бірнеше түріне тоқталамыз. Мысалы, менингиома бұл ми мен жұлынның ең көп таралған ісіктерінің бірі. Ол баста пайда болатын барлық ісіктердің шамамен 20%-ін және омыртқадағы ісіктердің 10%-ін құрайды. Менингиомы – это опухоли, которые растут из оболочек. Менингиома мидың өзінен емес, мидың қабығынан, оның мембраналарынан өседі. Бірақ ол бас сүйегінің ішінде болатындықтан мидың барлық құрылымдарына қысым келтіреді және түрлі ауытқуларды тудырады. Баяу өсуіне және таралу әлеуетінің төмендігіне байланысты менингиомалардың көпшілігі қатерсіз деп саналады. Аталмыш ауру негізінен 40 пен 70 жас аралығындағы адамдарда кездеседі. Ал оның симптомдары ісіктің орналасқан жеріне қарай жіктеледі. Мысалы, егер ол маңдай жақта орналасса, ұстамалары дамиды, психикалық функциялар бұзылады. Егер төбе жақта орналасса, құрысулар пайда болады. Егер қарақұс аймағында болса, көру қабілеті жиі бұзылады. Менингиомы делятся на 3 типа. Менингиома 3 түрге бөлінеді. Анопластикалық, олар қатерлі ісіктері. Қатерсіз менингиомаларда бар және олардың арасында өтпелі формалар бар. Егер анопластикалық болса, науқас операциядан кейін сәулелік терапия алған жөні. Бұл науқастарды біз онкологқа жібереміз. Осындай ауруларды алдын алудың тиімді жолы қауіпсіздік ережелерін сақтау. Әсіресе өндіріс орындарында түрлі газдармен, улы сұйықтықтармен, уран кеніштермен, мұнаймен жұмыс істейтіндер қауіп тобында. Сондықтан қауіп тобындағы адамдар респираторлар, қорғаныс құралдарын кию керек. Өндіріс орындарындағы улы газдар рак ауруларына әкелетін канцерогендерге жатады. Менингиомы, методы лечения, естественно, там медикаментозных нету. Менингиома кезінде дәрі-дәрмектермен емдеу әдістері жоқ. Өйткені олар гормондарды бөлмейді. Сондықтан науқастарды алдымен бақылауда ұстайды. Мысалы, ересектерде ол ісік өспеуі де мүмкін. Кішкентай менингиомаларда егер көлемі 3 сантиметрге дейін болса, гамма пышақпен емдеуге болады. Ал одан үлкендерін хирургиялық жолмен алып тастайды. Ми ісіктері ішінде таралуы бойынша 3-ші орында гипофиз аденомасы. Аденомы гипофиза, они занимают 3-е место. 15% всех опухолей. Гипофиздің аденомасы барлық ісіктердің 15%-ын құрайды. Бұл гипофизден өсетін ісік. Гипофиз бұл адамның ішіндегі без. Ол басқа бездердің жұмысын бақылайды. Ұйқы безі, қалқанша безі, бүйрек үсті бездері, сүт бездері, осының бәрін гипофиз басқарады. Көлемі 1 сантиметр. Бірақ өзі кішкентай болса да, ол бүкіл эндокриндік жүйенің дирижері сияқты. Сондықтан гипофиз аденомасының ісігі пайда болған кезде адам бойында түрлі гормональды бұзылыстар жүреді. Осы орайда гипофиз ісігі бөлетін гормондарына қарай бірнеше топқа жіктеледі. Есть негормональные опухоли, есть гормон-продуцирующие опухоли. Гормон-продуцирующие опухоли – это, вот, например, пролактиномы. Они вырабатывают... Гормоналды емес ісіктер бар, гормондар шығаратын ісіктер бар. Мысалы, гормондарды шығаратын пролактиномалар. Олар пролактин гормонын өндіреді. Бұл гормон әйелдерде менструалды циклды бұзады. Ер адамдарда импотенцияны дамытады. Егер гипофиз ісігі өсу гормондарын шығарса, оны соматотропинома деп атайды. Содан ересектерде акромегалия, ал балаларда гигантизм сияқты ауру дамиды. Өсу гормоны шамадан тыс болса бірден байқалады. Өйткені 10 жаста баланың бойы 1,90 м болуы мүмкін. Ал ересек адам осы аурумен ауырған кезде өсу гормоны шеміршекке, жұмсақ тіндерге және ішкі ағзаларға әсер ете бастайды. Ересектердің құлағы, мұрны өседі, беті қатты өзгереді. Қол аяқтары үлкейе бастайды және жүрек пен бауыр үлкейе бастайды. Бұның бәрі өмірге қауіп төндіреді.
Диагностика науқастың шағымдарына негізделеді. Мысалы, науқас көру қабілетінің төмендеуі немесе эпилепсиялық талмалар, иіс, дәм сезу қабілетінің бұзылуына шағымдануы мүмкін. Бұл бір. Екіншіден, дәрігер физикалық түрде бақылайды. Науқастың аяқ-қолын, неврологиялық симптоматикасын, бұлшық ет күшін тексереді. Үшіншіден, зертханалық зерттеулердің деректері негізге алынады. Осындай кешенді тексеруден кейін ғана диагноз қойылады. Әрі қарай емдеу тактикасын тағайындайды. Егер ісіктің көлемі кішкентай болса, дәрігерлер оның дамуын бақылайды. Ісік үлкейе берсе, адамның көру қабілеті нашарлап, кейде тіпті қос жанарынан да айырылып қалуы әбден мүмкін. Бұл менингиомаға қатысты. Өйткені менингиома әдетте оптикалық нерв маңында орналасады. Ал гипофиз аденомасы кезінде ісіктің көлемі тіпті үлкейіп кетуі мүмкін. Сондықтан тиімділігі дәлелденген емдеу тәсілдеріне жүгінген жөн. Если взять вот в разрезе мировой статистики, Егер біз әлемдік статистиканы қарасақ, гипофиздің аденомасын емдейтін барлық орталықтарды қоса алғанда, емдеудің тиімділігі 80-90% құрайды. Бірақ 10-20% жағдайда ауру қайталануы мүмкін. Кейде қауіп қалады. Сондықтан мұндай науқастар үнемі бақылауда. Әрі жарты жыл, бір жыл сайын тексеруден өтеді. Гормоналды таблеткаларды ішеді. Ең қиыны науқастар біз операциядан кейін шығарамыз, одан кейін онкологты емделеді. Обратный связь көбісі ұстамайды. Кейбір науқастар өздерінің салғырттығы деймін, көбісі қайтадан запущенный стадияда, қайтадан үлкен болып өсіп кеткен кезде қайтадан келеді. Маманның айтуынша, гипофиз аденомасын алып тастаған соң гормондар қалпына келеді, бірақ оған бірнеше ай уақыт керек. Осы аралықта науқас эндокринологтың бақылауында болады. консервативное лечение, те опухоли, которые можно вылечить медикаментозно. Консервативті емдеу бары. Бұл дәрі-дәрмекпен емдеуге болатын ісік. Кейде науқасқа оперативтік ем ұсынамыз. Квота бойынша. Портал арқылы кезекке тұрып, тегін операция жасатуға болады. Жылына біз 700-ге жуық операция жасаймыз. Бұл тек бас миының ауруларына қатысты. Жалпы менің өзім жылына 150 операция жасаймын. Гипофиздің аденомасы жастар арасында да жиі анықталады, себебі адам бойындағы белсенді гормоналды өзгерістер осы кезеңге тиесілі. Сонымен қатар гипофиз аденомасы және менингиома әйелдер арасында жиі кездеседі. Науқас 48 жаста. Есі шағымдары көзінің көрмей қалуы, тек жағынан битемпора геминопсия деп, одан кейін басын ауруы. Кранioфарингиома деген диагноз қойылған. Енді көз жанарын сақтап қалу үшін енді соған жасалып жатқан операция. Кранioфарингиома бұл көбінесе эмбриональный патологияға жатады. Ана құрсағында жатқан кезінде эмбриогенездің дұрыс дамымауына байланысты. Кейде бұл размері көлемі өте кішкентай болып, өмір бойы сонымен өмір сүруі мүмкін. Кейде олар осылай. Операция үстелінде жатқан науқастың ісігі тек 48 жасқа келгенде анықталды. Клиникалық белгілер бергеннен кейін, атап айтқанда көзі көрмей қалғандықтан басына МРТ жасатқан. Міне сол кезде ғана миында ісік бар екені білінген. Кейбір науқастар егер клиника бермесе, көлемі кішкентай болса жүре береді. Негізі бұл туа пайда болған дисэмбриональный патологияға жатады ғой. Глиобластома, менингиома қарағанда сирек кездеседі. Локализациясына байланысты, егер основная масса астында жатса, гипофиздің проекциясында жататын болса, астында мұрын арқылы жасауға болады. Бұл кісіде көбісі үстіге қарай өсіп кеткен. Екі жат шартының ортасында өсіп тұр. Көз нервісі орналасқан жерде болғандықтан ең бірінші бұл ісік көру жүйесіне әсер етеді. Бірақ негізі кранioфарингиома қатерсіз ісіктер қатарына жатады. Дегенмен рецидив бұл жағдайда өте жиі кездеседі. Белгілі бір уақыттан кейін қайтадан өсіп кетуі әбден мүмкін. Қазір енді біз бифронтальный краниотомия дейді. Сол арқылы ісікті алып тастауға тырысамыз. Операцияны микроскоп арқылы жасалынады. Микроскоп? Микроскоп. Нақылауға, қанша есе үлкейтеді? 12-24 есе үлкейтеді. Орталықта нейрохирургиялық операциялардың бәрі дерлік микроскоппен жасалатынын айта кеткен жөн. Өйткені мидың әрбір қыртысы белгілі бір функцияға жауап беретіндіктен өте мұқият болу керек. Дегенмен операцияның ұзақтығы әртүрлі. Ол ісіктің орналасқан жеріне және тереңдігіне байланысты. Мұнда кемінде қазір 4-5 сағаттық жұмыс бар. Сағаттап қалай тұрасыз? Менде рекорд 16 сағат тұрған операция. Ал сосудистый отделение 25 сағат болды, 25 сағат.
26 сағат бір тәулік бойы. Ең бірінші жаңағы жасап болғаннан кейін науқас тұрып жағдай жақсарса осының бәрін ұмытып кетесің. Қанша уақыт жасадың бәрі.